Қадірлі достар, өздеріңіз білетіндей 15 наурызда жаңа конституция бойынша референдум өтеді. Бұл еліміздің болашағы үшін дауыс беріп, мемлекеттің негізгі заңын қабылдауға мүмкіндік беретін маңызды қадам болып есептеледі. Мен референдумды және жаңа конституцияны барынша қолдаймын. Қазақстан әскери және технологиялық жағынан дамыған өзге елдерден бір ерекшелігімен дараланады. Бұл ерекшелік әртүрлі діндер мен мәдениеттерге деген шынайылық, ашықтық болып есептеледі. Әлемдік аренада шетелдік төлқұжатымыздың беделі өте жоғары. Онымен миллиондаған қазақстандық түрлі мақсатпен шетелге шығады. Ал 90 мыңға жуық отандасымыз басқа елдерде білім алып жүргені айдан анық. Ең маңыздысы, өзге мемлекеттердегі бізге деген көзқарас та жылы, құрметке толы. Бұл керемет емес пе? Қазақстан үлкен мүмкіндіктер елі. Сондықтан мен жаңа конституцияны, туған елімнің өркендеуін қолдаймын. Қатарластарымды 15 наурыз күні референдумға келіп, болашағымызға дауыс беруге шақырамын.